Ата бабамыз аңсаған тәуелсіздікті сақтап қалу керек. Ешкімнің тағдырымен мен ойнамаймын, қиянат жасамаймын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті НКВД-ның, КГБ-ның жалғастырушы емес. Менің туған жерім Кеңес үкіметінде өткен ғасырдың 60-70 жылдары ең бір әскерилер шоғырланған аудан болған. Ол ауданда 45 әскери бөлім тұрды. Сондықтан кішкентай қалада тұрдық. Біз 40 мың халқы, оған қоса 20 мыңдай әскери адамдар тұрды. Біз бала кезімізден басымызға пилотка киіп, белімізге әскердің, солдаттың белдігін тағып жүрдік. Біздің сыныпта көп жігіттер офицер болғысы келді. Соның арасында мен де әскери адам болғым келді. Ал енді мынау 7-8 сыныпта жүрген кезде біз детективті кітаптарды оқып, әсіресе Кемел Тоқаев ағамыздың, ол кісі қазақтың бірінші детектив жазушысы. Сол кісінің Сарқабандағы оқиға, түнде атылған оқ, одан кейін ерекше тапсырма деген повестер болды, романдары болды, соларды оқып, мен енді заңгер болғым келді. Ал енді соңғы 9-10 сыныптарда оқып жүрген кезде біз енді кино, фильмдерді көрдік. Сол кезде мен өзім чекист болғым келді. Бірақ ол кезде мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің оқуы қай жерде екенін біз білмедік та, мен жолдастарыммен бірге Алматының шекара қызметінің ол кездегі училищеде соған мен 2 жыл бойы қатар құжат тапсырдым. Бірақ түсе алмадым. Түсе алмағанда мен жақсы оқыдым, спортпен де айналыстым. Орталық балл 4-5 болатын мен. Бірақ ол кезде конкурс өте көп. Кеңес одағының түкпір-түкпірінен мықты азаматтар келеді. Bir орынға 15 адам. Сонда Қазақстаннан да аз алады ғой деймін, 1-2 адам түседі. Өзім 2 жыл қатарынан түсе алмадым. Бірақ кейін басқа оқу орнын бітіріп, соны диплом алар кезде маған байқап жүретін болу керек. Маған ұсыныс келді. Сол мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің ұсыныс келді. Осындай сені байқап жүрміз, қарап жүрміз, тексердік. Сен осы Совет үкіметінің, Совет одағының мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің жоғары курсына Минскке оқуға соған барып түстім. Ең бір қызық жағдайы, мен жаңағы училищеға түсе алмадым ғой. Содан 30 жылдан кейін сол училищенің қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары болып мен 3 жыл тағайындалдым. Сонда мен түскен балалардың бәрін мен құттықтадым. Одан кейін бірақ түсе алмаған балалардың бәрін жиналып айттым: жігіттер, егер сендер армандарың осы отан қорғаушы офицер болғың келсе, міне сендерге мен өзім туралы айтып бердім. Мен 2 жыл түсе алмағам, бірақ арманымнан қайтқан жоқпын. Егер сендер сол офицер болғыларың келсе, отан қорғаушылар болғың келсе, келесі жыл келіңдер деп. Келесі жыл одан арғыда жылдарда жігіттер келіп, полковник мырза, біз 2-ші рет түсіп отырмыз, 3-ші рет түсіп отырмыз деп. Мен соларға көмектестім кезінде. Солардың бәрі жақсы оқып бітірді. Әлі күнге дейін хабарласып тұрады: аға, осылай сіздің көмегіңізбен осында оқуға түсіп едік. Қазір мен мынандай шен алып жатырмын, майор болдым, подполковник болдым, полковник болдым деп, академия бітірдім, осындай марапат алдым деп, әлі күнге дейін соларға хабарласып тұрады. Қызметінде ешбір адамға зорлық, зомбылық жасамаймын. Ешкімнің тағдырымен мен ойнамаймын, қиянат жасамаймын. Соны өзімнің қол астындағы жігіттерге де сөйтіп айттым. Біреудің обалы біреуге ешқашан да кетпейді. Ол өзінен шықпаса да өзінің ұрпағының алдынан шығады. Сондықтан адам баласына қиянат жасауға болмайды деген ұстанымда болдым. Қазақстан өзінің егемендігін алып, тәуелсіздіктің ақтан атқаннан кейін біздің елде басшылар мемлекеттік басқару органдарымен қатар біздің мемлекеттің қауіпсіздігін қорғайтын органды да қайта құру басталды. 91-92 жылдары. Ол кезде қиындықтар, бұрынғы бүкіл басшылық құжаттардың бәрі Мәскеуде жасалады. Соның бәрін Қазақстанға жасау керек болды. Нормативтік құқықтық базаны жасау керек болды. Соны жасау үшін бүкіл Қазақстаннан мықты азаматтардың бәрін орталыққа жинады. Мен де сол 91-92 жылдары облыстық басқармадан орталыққа ауыстым. Содан кейін кадрлар мәселесі қиыншылық болды бізде.
кадрлар мәселе. Өйткені басқа республикада туып өскен азаматтар өздерінің отандарына қайтты. Бөлініп бәрі жеке-жеке республика болып кетті. Россиялықтар Россияға, Ресейге, белорустар өз жерлеріне, украиндар кетті. Содан кадр тапшылығы пайда бола бастады. Мына 90 жылдың басында біз мына егемендік алғаннан кейін шында да біздің қызметте өте қиыншылықтар өте көп болды. Ең бірінші бізде жалақы мәселесі. Жалақы деген өте төмен болды. Соған шыдамай кейбір азаматтар жұмыстан шығып, басқа бизнеспен, басқа шаруашылықпен айналысып кетті. Бірақ біз енді оның бәрі қиыншылықта өттік. Сол кезде тіпті мына іс-сапарларға шығу үшін, облыстарға іс-сапарларға шығу үшін қарыз табылмайтын. Содан кейін мына ол кезде компьютерлер жоқ. Біз ана жазу машинкасымен басатынбыз. Сонда қағаз жоқ. Біз жай сарғыштау қағаздарды жай күндері қолданамыз. Ал әппақ шытырлаған ақ қағазды үлкен маңызды құжаттарға өзіміз тығып дайындап қоятынбыз. Одан кейін машинканың ленталары болады. Ол жоқ. Оны да әркім өзінің тапқан жерден тауып, өзіне сақтап жүреді. Кейде іс-сапарларға біз жолдағы машиналарды ұстап баратынбыз. Попутка дейді ғой, солармен барамыз. Қазіргідей машина жоқ. Кейде жанармай жетпей қалады. Әскери форма жетіспейді ол кезде. Бірақ кейін мына экономикасы, Қазақстан экономикасы көтерілгеннен кейін біздің жағдайымыз оңала бастады. Жалақымыз да көтерілді. Жаңағы үй, пәтер мәселесі шешілді. Ондай қиындыққа мойымаған жігіттердің бәрі әлі де қызмет жасап жүр. Сен енді осында жастық шағың, бүкіл күш-жігерің осы комитеттің ішінде өтті. Сондықтан одан оны ұмыту деген болмайды. Біздің ардагерлер өзін әлі күнге дейін осы үлкен, мықты, тату ұжымның мүшесімін деп ойлаймыз біз. Әлі күнге дейін осы ардагерлер ұлттық қауіпсіздік комитетінің осы мемлекеттің қауіпсіздігін қорғауға әлі үлесімізді қосып жүрміз деп есептеймін. Кейбір блогерлар, журналистпін деп жүрген азаматтар біздің Алаштың ардақтыларын қазір жамандап жүр. Осындай атақты жазушыларымызды, композиторларымызды, ақындарымызды жамандап жүр. Сәкен Сейфуллинді, Сәбит Мұқановты, бұлар біреулерді көрсеткен, біреулер туралы жала жапқан деп. Ол дұрыс нәрсе емес. Олай болмаған да шығар. Блогерлар айтады, біз көрдік, архивтен көрдік. Архивте қандай жағдай жазылған, ол кісінің қолы ма? Мысалы, сол кісінің жазған рас па? Оны ешкім дәлелдеген жоқ қой. Мүмкін сыртынан ол кезде енді сол кездегі тәсілдер шығар, НКВД-ның тәсілі. Сені туралы былай жазды, сен де солай жаз деп біріне-бірі. Енді зорлық, зомбылық көрсетеді, қиянат жасайды. Сондай жағдайда жазған шығар, болса да. Оның бәрін аша берген болмайды. Өйткені басқа елдерде, өркендеген елдерде, олар өзінің тарихына құмшаспайды. Біздің Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл бұрынғы НКВД-ның, КГБ-ның жұмысын ары қарай жалғастырушы емес. Бұл ұлттық, өзіміздің мемлекет, жеке мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұйым. Иә, біздің тәжірибе, біздің оқуымыз мүмкін мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің оқуы шығар, аға буын, иә. Бірақ ол кезде де бізді патриоттыққа, отансүйгіштікке, адамға қиянат жасама, асыра сілтеме деп оқытатын. Қазір де сондай. Қазір бізде енді оған қосымша бізде мына ұлттық құндылықтарды қорғау мәселесі, тілді қорғау мәселесі, және тәуелсіздікті қорғау мәселесін біз алдыға қоюымыз керек. Ежелден ата-бабамыз аңсаған осы тәуелсіздікті сақтап қалу керек. Қаншама мына патша уақытында қаншама көтерілістер болды, азаттық қозғалыстар болды. Кеңес үкіметінің озбырлығына, репрессияға шыдамай 30-40 жылда қаншама көтеріліс болды. Сол қанмен келді, сол қанмен аналардың жасымен келді, аталарымыздың қанымен келді. Сол тәуелсіздікті біз сақтап қалуымыз керек. Арнайы қызмет орны болғаннан кейін жай халық, қарапайым халық бізді ойлайды. Бұлар енді тек қылмыскерлерді іздейді, адамдардың арасынан сондай заңға қарсы шыққан адамдарды әшкерелейді деп ойлайды. Бірақ біздің енді қызметте әртүрлі саласы бар. Мысалы, біз өзімізге түскен, мысалы, экономика жөнінен, экономикалық қауіпсіздік бар. Экология, қаржы, қорғаныс мәселесі,
денсаулық мәселесі, одан кейін оқу, мәдениет мәселелеріне бізге ақпараттар келіп тұрады. Біз оның бәрін жинаймыз да, сол кезде сол салалардағы кемшіліктер, олқылықтар, тіпті қылмыстық жағдайлардың бәрін жинап, біз министрліктерге, үкіметке беріп отырамыз. Мен бір-екі мысал келтіре кетейін. Облыстық департаментте қызмет жасап жүргенде, Павлодар облысында, мысалы біз бір 3 іс-шарамен 61 миллиард теңгені шығын шығаруды біз алдын алдық. Ол 2-3 айдың жұмысы ғана, 2-3 ай. Ал енді орта есеппен әрбір облыстық, былай айтақында мөлшермен, әр облыстың департаментінің, ұлттық қауіпсіздік департаментінің қызметкерлерінің жалақысы, одан кейін автокөліктерді ұстауы, оның жағармайы, ғимараттарды ұстауы, оның медицинамен қамтамасыз етуі, тазалық, жаңағы жөндеу жұмыстары бәрін қосқанда 1 миллиард деп есептейік. Бір жылдық шығына. Біз сонда 3 шарамен біз 61 жылға өзіміз ақтадық. Ал біз оны жылдың аяғында есеп бергенде бірақ жолмен жазамыз. 61 миллиард теңгенің шығынның алдын алдық деп. Ал оның артында қанша еңбек тұр? Тағы бір мысал. Мысалы, 2013-14 жылы Павлодар облыстық департаменті 100 килограмм біз ауыр есірткі ұстадық. Героин. 100 килограмм. Ол 100 килограмм деген бәленбай миллион доллар ақш. Бәленбай миллиард доза. Ол дозалар қанша адамның денсаулығын құртады, қанша біздің жасөспірімдердің тағдырына балта шабады. Халық ойлайды, біз бұл партиялармен, мысалы бірлестікпен күреседі деп. Біз партиялармен жұмыс жасамаймыз, біз бірлестікпен жұмыс жасамаймыз. Біз жекелеген адамдар, мысалы шет елмен байланысқан адам, шет елдің ақшасы, соған қызмет жасап, біздің Қазақстанды жамандайтын, Қазақстанның арасында іріткі салатындарға біз қарауымыз керек. Біздің жұмысымыз сол. Қарауымыз керек, айту керек. Ей, айналайын, сен қой деп. Кеңес уақыты кезінде осы мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің қызметі туралы, оның іс-шаралары туралы көп кітаптар шықты, романдар, повестер шығып. Бізде әлі ондай жоқ. Бізде бұлай документ түрде бар, мақала жазылады, ал әдебиет кітап жоқ. Жаңағы қызметкерлердің өмірі, тынысы, қызметті қалай істейді, оның бәрі енді құпия емес қой. Соның тіпті қай облыста болған оқиғаны айтпай-ақ, сондай шығармаларды жазуға болады. Жалпы идеологияға келетін болсақ, енді ол бүкіл біздің мемлекеттік органдар, жоғарғы оқу орындары, орта оқу орындары, мектепте әр адаммен қызмет жасау керек. Әр адаммен, әр оқушымен, әр жаспен жұмыс жасау керек. Біздің әсіресе ұлттық құндылықтар туралы тілімізді қадірлеуді үйрету керек. Сонда олар ешқайда кетпейді. Егер өзінің ұлтының тарихын білсе, әдебиетін, фольклорын, музыкасын, батырларын соғыс кезіндегі, содан кейін ұлт азаттық көтерілісіне қатысқан азаматтар туралы білсе, содан кейін біздің еңбек сіңген ғылым қайраткерлері бар. Содан кейін бізде үлкен инженерлер, мысалы, өнертапқыштар бар, соларды көрсету керек. Олардың еңбектері әркімнің өзінің үлесін көрсетсе, Қазақстанның өркендеуіне, Қазақстанның аяғына тік тұрып кетуіне атсалысқан адамдарды біз айтып отырмыз. Міне, біздің Қазақстанның тәуелсіздігін мойындағысы келмейтін, біздің еліміздің тұтастығын, жеріміздің тұтастығын мойындамайтын, біздің халқымыздың тыныштығын, береке бірлігін көре алмайтын, біздің жерімізге сұқтана қарайтын, өзімізге алакөздеп қарайтын адамдарға, ұйымдарға біздің ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері өзінің күш-жігерімен, ақыл-парасатымен, бірлігімен қарсы тұруға дайын болу керек. Олардың құйтырқы іс-әрекеттерін біз тосқауыл қоюымыз керек. Сондықтан жас буынға айтатыным, ұлттық қауіпсіздік комитетінің келгеннен кейін қызметке антқа адал болу. Содан кейін офицерлік абыройдың принциптеріне берік болу. Бірінші күннен
адал қызмет жасап, өз ісіне мығым болу керек. Халықтың жағдайын, ел жұртының жағдайын, әсіресе мен тағы да баса айтамын, мына ана тілінің жағдайын ойлау керек. Анамыздың сүтімен берілген тілімізді сақтап қалу керек. Ол мемлекеттің тілі, ол сол мемлекеттің нышанының бір түрі. Жалау сияқты, герб сияқты тілсіз мемлекет болмайды, мемлекеттік тілсіз. Сондықтан енді менің тілейтінім, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жеріміз біртұтас болсын, еліміз мәңгілік болсын, Қазақстан.